Әке, әскерлер жақынласып қалды. Даниил, ары тұр. Патшамызға тап ұсындайлар керек. Ұслаң оларды. Яқ, Даниил! Яқ, анажан, тоқтаң! Әммесі жақсы болады, Ханания. Олар біздерді құл қылып алмақшы. Құдай Мусаны жетеледі. Біздерді де жетелейді. Еш болмаса, біздерді ұрмайды деп ойлаймын. Ұрады дейсің бе? Бұның парқы жоқ. Біздер тек қана Құдайға сенуіміз керек. Даниил хақ. Сабыр тақат қылуымыз керек. Келіңлер, ант ішеміз. Не болса да, Құдайға сенімімізді жоғалтпаймыз. Ант ішеміз. Бұл біздер үшін ба? Ауа. Жеңлер, әзір тігуші келеді. Сіздерге жаңа киімлер тігіп береді. Сіз айтпақшысыз, біздер бұл жерде құл емеспіз. Жаман болмас еді. Тоқта, енді хаммеңіз теңсізлер. Бірге оқисыз. Бәлкім патша Набуходоносордың мәслихатшысы болуыңыз мүмкін. Енді болса ауқатыңызды жеңлер. Біздерге бұл нәрселер мүмкін емес. Не? Бұларды жеуді Мусаның низамы қадаған етеді. Ауа, сізлер өзлеріңізше әмме нәрсені білесізлер. Жемесе жемесін. Не, сен әзілесіп тұрсаң ба? Ямаса өлімімді қалеп атырсаң ба? Біздерге өзлеріміздің ауқатларымызды берің. Бидай, дәнді өсімдіктер һәм мейвелер. 10 күннен кейін өзіңіз сынап көрің. Міне көресіз, уәде беремен. Сізді көміп батырғанын көреміз. 10 күн. Яқшы? 10 күн. Демек, сізлер Израилі балалар, әмде біздердің Бабилонлық бір топар балалар. Мен анықлап алмақшы едім. Менің уақытым жоқ. Арман тұр. Сен, бұларды не қылдың? Мен... Сенің вазипаң оларды күшлі һәм шырайлы қылу еді. Бірақ... Неге Израилылар біздердігінен көре жақсы, ажыралып тұрыпты? Мен... Патша басыңды алып тасламай тұрып, оны іслет деп мәслихат берген болар едім. Мені таң қалдырдыңыз. Біздердің данышпанлар бұны үйрену үшін жыллап уақытын жіберді. Сіздер төртеуіңіз кішкентай баланың тақмағындай қылып, әммесін іліп алып атырсызлар. Қатты таң қалдым. Ашпенас, оларды менің маслихатшыларымның арасына кіргізіп қой. Бірақ олардың жастары елі 14-те қожайын. Орынла. Енді сізлер патша Набуходоносордың сарай маслихатшылары қатарындасызлар. Осы уақыттан баслап сізлерді Шадрах, Мешах, Абедnego һәм Белтешассар деп атайды. Бұл жас өспірімдер арқалы
Біз Бабилонлықларға имканияты жоқ нәрсенің өзі жоқ екенін дәлелдей аламыз. Дәлелдей аламыз. Егер рұқсат етсеңіз, қожайын, біздер Израиль халқының Құдай атына алғыс мақтау айтсақ, тек қана ол біздерге әрдайым күш һәм осындай даналық берді. Тек қана маған қызмет етуді үйренсеңлер, жақсы болар еді. Қожайын, бұл мүмкін емес. Мүмкін емес. Не? Мен 3 күн ұйықламадым, раб. Түсімнің жоруы қане? Бірақ сіз түсіңізді басынан еслесеңіз болар еді, қожайын. Мен еслей алмайман. Сен бұндай данышпанлыққа оқығансаң, менің түсімді айтып бер, маған жорып бер. Болмаса сені 1000 бөлікке майдалап таслайман. Қожайын, бұны тек қана құдайлар ғана біледі. Оларды бұл жерден алып кетіңлер, хаммесін өлтіріңлер. Набухадоносор! Орынлаңлар, хамме данышпанларды өлтіріңлер. Әммесін? Мен олардың хаммесі өлуін қалеймен. Ариох. Оны ұслаңлар. Хаммесі өлді ма? Яқ, қожайын. Иерусалимлі бір бала, Даниил, түслерді жорып беремен деп айтты. Оған азғана уақыт беруімізді һәм басқаларды азат қылуымызды сұрады. Бір күн? Тек қана бір күн бе? Сенім болса, сол уақытта жетеді. Мен Набухадоносорға ұлылық һәм салтанат бердім. Бұндай ұлы үкімдарды дүние елі көрмеген. Көріп тұрсаң ба, Даниил, бұл алтын бас ол. Бірақ онан кейінгі патшалықлар оныкінен әлсізірек болады. Бұл күміс қолар һәм көкіректі білдіреді. Соңынан мыстан, темірден һәм ылайдан патшалықлар болады. Сол патшалықлар дәуірінде аспандағы Құдай тоқтамайтұғын, таусылмайтұғын патшалық орнатады. Ол үлкен тас кібі таудан өз-өзінен домалап түсіп, мүсіннің ылайдан жасалған аяқларын майдалап таслайды. Бұл патшалық тау болып, мәңгіге тұрады. Ауа! Хақиқаттан, бұл менің түсім. Және бір мәрте өздеріңіздің үстінлігіңізді дәлелдедіңіз. Оларды босатыңлар. Хаммесін жіберіңлер. Жыллар өтті. Демек, елі де біздердің құдайларымызға сенуға бас тартып атырсызлар ма? Бізе бүгін мұна алтын хайкелге сыйныңлар, болмаса от жанып тұрған ошаққа тасланасызлар. Набухадоносор, Құдайымыз сізге өзінің құдіретін неше мәрте көрсетті. Ал сіз өзіңіздің жауыз ісіңізді давам еттіріп атырсыз. Естіңіз бе? Ол сенімімізді жауыз деп кемсітті. Қайсы Құдай менің қолымнан сіздерді құтқарады кен? Біздер қызмет етіп атырған. Біздердің Құдайымыз. Ол біздерді құтқарады. Жаратқан ием, біздер еш қашан алтын мүсінге сыйынбаймыз.
Еш қашан. Сіздер ақырғы марте менің үстімнен күліп атырсызлар. Оларды байлаң. Ал отты 7 есе күшейтіңлер. Оларды қатты жанып тұрған жеріне таслаңлар. Сондан кейін Даниэлді тауып, су отқа таслаймыз. Таслаңлар. Қанден тысқары ыссы Набуходоносор. Оны ашпағанымыз мақұл. Таслаңлар оларды. Шығыңлар. Шығыңлар, Құдай Таланың қызметкерлері. Израиль халқының Құдайына алғыслар болсын. Жылдар өтті. Набуходоносор. Бұл ыдысларды еврейлер ибадатханасынан алып келгенін білесіздер ме? Өз уақытында ол жүдә ұлы әскер болған. Ауа, дұрыс. Өлімнен алдын ол жүдә қызық сөздерді айтқан. Ол Белшассар. Израиль Құдайының хүкімдарлығы мәңгіге деп айтты. Сол уақытта ол ұлымы ақылынан азған еді. Міне менің Құдайым, алтын, хақиқи жалғыз ұлылық. Алтын Құдай үшін. Алтын Құдай үшін. Кірің. Хош келіпсіз, ханзада. Бір уақытлары Набуходоносор патшаға қызмет қылған түш жорушы Даниэль сіз боласыз ба? Ауа, Күйеуім сізді іздеп жүріпті. Оның данышпанлары сол нәрсені білмей атыр. Белшассар, бұл адамды әлі қашан өлтіріп жіберу керек еді. Ол бұл жерлік емес, бұл жерде оған орын жоқ. Егер осы жазуды оқып берсең, саған сыйлы сауғалар беремін. Һәм шеп қолу әзірім етіп сайлаймын. Бірақ сауғалар өзіңізде қала берсін. Бұны Құдайымның ұлылығы үшін оқып беремін. Белшассар, сізден алдын көп жауыз патшалықлар өткен. Бірақ сіз һәм сіздің мәслихатшілеріңіз олардан да жауызсызлар. Сен оқисаң ба жоқ па? Мені, яғни есап, Құдай хүкімдарлық уақытыңызды есаплап шығып, патшалығыңызды тамамлады. Текел, яғни тартылған, Құдай сізді айыпдар деп тапты, һәм жазаланасыз. Перес,
яғни бөлінген. Патшалығыңыз бөлініп, медиялықлар һәм Персияға беріледі. Даниэлді көруге көзім жоқ. Көруге көзім жоқ. Және жаңа патша таққа отырып, оның менен бірге Даниэл жоғарыға көтеріліп атыр. Сеніп болмайды, Даниэл. Кир һәмме арқа мемлекетлерді маған берді. Ауа, бұл үлкен атақ. Осының менен мен тоқтап қалмайман. Егер һәмме істі ақыл менен қылсам, Кир маған құбла тәрепті де береді. Неге бермес екен? Меннен басқа ешкім бұған лайық емес. Менмеліктен абайлы бол, Дари. Һәммесі үшін Құдайға міннедаршылық білдір. Яқшы, сізден басқа ешкімге міннедаршылық білдірмекші емеспен. Мен осы жерге келгенімнен бері, сіз менің ұстазымсыз. Дари, маған таза киім керек. Қайырлы түн, Даниэл, азанда келің. Дариға оның қай жері ұнайды екен? Қай жері? Даниэлдің базыда өзіне жараса кемшіліктері бар. Біздер бұны патшаға жеткеруіміз керек. Мен тап сол хақында ойлап тұрған едім. Өмірім бойы Даниэлдің кемшіліктерін ашқара қылуды күтіп жүрмен. Бірақ ондан ешқандай кемшілік таба алмаймын. Құдайым, қызметкерің Даниэлдің дуаларын есіт. Міне осы жанға тиді. Әр күні кеште оның ибадатларын естіп ұйқылай алмаймын. Әр күні азанда оянсам осы дуаларды естемен. Бұл мені ақылдан аздырады. Егер бір нәрсе ойлап таумасам, таптым. Міне ол. Ибадат қыл, Даниэл, ибадат қыл. Менің құлақларыма майдай жағып атыр. Бұл ажайып. Құдайларға мүсінлер тікленбекте. Сенің ұлылығың Құдайға ұқсас. Не үшін саған һәм сенің құрметіңе мүсін құрмаймыз? Құдайға ұқсас ұлылық? Яқ, мен бар жоғы адамман. Сенің мәслихатшілерің бұндай деп ойламайды. Біздер мәслихатлестік, һәм сенен патша парманына қол қойып беруіңізді сұраймыз. Бұл парман бойынша һәмме адам 30 күн давамында тек саған табынсын. Ей ұлы патша! Табынсын? Саған! Кім бұл парманды бұзса, сол адам арсланлар бар шұқырға таслансын. Арсланлар бар шұқырға? Доро, сен адамлар арасында ең ұлысысың. Көплер сенің өлуіңді қалайды һәм сенің орныңды иелемекші. Бойсынбайтұғын адамларды тауып, оларды өлтіру керек. Даниэл бұл хақында естті ме? Дари, Даниэл сені һәммемізден де көбірек жақсы көреді. Мейлі, сондай болсын. Яқ, сіз бұған өз жүзіңізбенен қол қойың. Низамларға ұқсап өзгермес болсын. Һәмме сіздің бұл парманыңыздың күшлі екенін білсін. Сен хақсың. Таяр. Парман нұсқаларын көбейтіп, бүткіл өлкеге тарқатың. Кімдір өзінің жарамсыз құдайын менен үстін қойса, ешқандай рехім көрсетілмейді. Сөйле. Біздер қарарды бұзған адамды таптық. Сен жазасын білесің, орынла. Ол сізбенен сөйлеспекші. Даниэл? Не үшін? Сен расында да Құдайдан көре мені көбірек ұлылайды деп ойладың ба? Сізлер мені алдадыңыз. Ауа, мен бұны сенің атағың, һәм барлық бабилонлықлар үшін қылдым. Бұл парманды жыртып таслайман. Жырта қойың. Бұл еш нәрсені өзгертпейді. Медиа һәм Персия низамларына муафиқ парманды бұза алмайсыз.
Оларды күн бойы көндіре алмадым, Даниэль. Мен харекет қылдым, бірақ... Әммесі жақсы, Дари. Құдай сенің жүрегіңді көріп тұрыпты. Тап соннан қорқаман. Айтың, Даниэль. Сіздің құдайыңыз сізді құтқарады. Айтың. Тек қана бұйырсаңыз болды, патша Дари. Арсланларды босатың. Даниэль. Даниэль. Құдайыңыз сізді құтқарды ма, Даниэль? Жауап берің. Тірісіз бе? Даниэль. Мен тірімен, Дари. Құдайым мені құтқардың. Тасты жылжытың. Мені кешіресіз бе, Даниэль? Әлбетте. Оларды қолға алың. Сізлер Құдайдың пайғамбарын хүкім қылып қате қылдыңыз. Мен жаңа пәрман шығараман. Осы бүгіннен баслап, менің жұртымдағы әмме халықлар сіздің Құдайыңызға алғыс мақтаулар айтады. Мен енді білемен, Даниэль. Ол тірі Құдай. Біздерге Құдай яр болсын. Nowhere to run to, nowhere to hide my face. I was sentenced to die.